Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Сабақта мақсаты сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренемін. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы дейді. Мәтіннің тақырыбы шаңғы. Шаңғының қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері екі аяққа бекітіліп қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Түсінбеген сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Екінші, мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр. Бізде алғашқы екі сұрақ берілген екен, адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Екінші сұрақ. Алғашында шаңғы қандай болды? Енді үшінші және төртінші сұрақты біз өзіміз құрастырып көруіміз керек. Мәтінге назар аударып, сол мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырып көрейік. Уақыт өте келе шаңғы жақсы сырғанау үшін қандай құрал қосылды? Бізде шаңғы жақсы сырғанау үшін қос таяқ қосылған болатын, Келесі төртінші сұрақ. Шаңғының қандай түрлері бар? Шаңғының спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары сынды түрлері бар екен. Құрметті оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр. Бізде мынадай сөздер берілген: шаңғы, қар, жасалды, қатты, екі, таяқ, ағаш, қосылды, ұзын, қос, сырғанады деген сөздер берілген екен. Төменде мынадай кесте бар. Заттың аты кім, не, заттың сыны қандай, заттың саны қанша, неше, қимылдың атауы не істеді, қайтты. Енді осылар топтастырып көрейік. Бірінші, заттың аты кім, не. Мына сөздердің ішінде кім, не деген сұраққа қай сөздер жауап береді? Дұрыс айтасыздар. Кім, не деген сұраққа шаңғы, қар, таяқ, ағаш деген сұрақтар жауап береді. Яғни не ағаш, не таяқ, не қар, не шаңғы. Келесі, заттың сыны қандай деген сұраққа қай сөз жауап береді? Қандай, қатты және ұзын деген сөздер жауап береді. Қанша, неше, екі және де қос деген сөздер жауап береді. Бұл жерде қос деп отырғанымыз екі деген мағынаны білдіреді. Яғни қос таяқ, екі таяқ деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл санға жатады, заттың санына жатады. Келесі, қимыл атауы не істеді, қайтты. Жасалды, қосылды, сырғанады. Яғни не істеді? Жасалды, қосылды, сырғанады болады. Өте тамаша. Келесі, сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, үй, ақын, тұнық, әдемі, оқы, түсін, 6, 10. Келесі жаттығу. Суретке қара. Құрметті оқушылар, суретке назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың? Бізде мәтінде жоғарыда бірнеше шаңғы спортының түрлері берілген болатын, және де одан да басқа шаңғының түрлері бар. Бұл жерде спортшы фристайл деген шаңғы спортының түрімен айналысып жатыр. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық әрекеттерді орындайтын спорт ойыны. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық әуелі. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Сөз, қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін беруге тырыс. Құрметті оқушылар, біз суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар, спорт ойынын көріп отырған 3 баланы көріп отырмыз. Ендеше осы көрген суретімізге байланысты әңгіме құрастырып көрейік. Дархан, Азамат, Жантілеу үшеуі теледидардан Қайрат пен Тобыл командаларының футбол жарысын тамашалады. Үшеуі де бір командаға жанкүйерлік етті. Ойын өте тартысты өтті. Нәтижесінде Тобыл командасы 3-1 есебімен жеңіске жетіп,
Үшеуі өз қуаныштарын жасыра алмай шапалақтап орындарынан атып түрегелді. 4-ші жаттығу. Жаңылтпашты шатқа жаз. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт. Бізде қарамен жазылған сөздер аяғым, таяғым. Бұл екі сөз т дыбысының әсерінен өзгеріске ұшырап тұр. Және де бұл жерде аяқ сөзі адамның дене мүшесі, таяқ дегеніміз ағаш бөлігін атаймыз. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.